Бәріңе сәлем. Бүгінгі видео Тор Любовь и Гром фильмі туралы менің пікірім, ойым жайлы болмақ. Менің YouTube арнама видео шықпағалы уже бір айдай болып қалыпты, ол үшін кешірім де сұраймын. YouTube-қа қарайтын менде уақыт болып жатқан жоқ, шыны керек. TikTok-тың өзін зорға үлгеріп жүрмін. Және де алдын ала ескертетін жайт, бұл видеода көптеген спойлер болады. Егер де сен фильмді көрмеген болсаң, видеоны осы жерден тоқтатып тастауға кеңес беремін. Ал егер де спойлерден қорықпайтын болсаң, әрі қарай жалғастыр. Және де фильмді көрген болсаң, менің не айтып жатқанымды жақсырақ түсінесің. Өз басым фильмді әне барам, міне барам деп жүріп, бар болғаны 7 күн бұрын ғана көрген екем, яғни онында. Ең алғашқы айтатын нәрсе ол әрине дубляж, яғни қазақстандық Марвелдің алғашқы дубляжы. Тордан басқасының барлығы қазақстандық актерлармен дубляждалған. Ал Тордың өзіне арнайы Иван Жарков Москвадан жазып жіберді ма, или Қазақстанға келді ма, нақты ұмытып тұрмын. Бірақ Иван Жарковтың өзі қатысты. Барлық персонаждарды кім дубляждаған аттарын білмеймін, бірақ та ең есте қалғаны мен үшін ол Коргты дыбыстаған Төлепберген Байсақалов. Өте жоғары деңгейде жасалған оригинал Ресейдегі актердан кем емес, почти бірдей деуге болады. Маған өте қатты ұнады. Көп сөзбай фильмнің өзіне келетін болсақ, фильм маған өте қатты ұнады деп айта алмаймын, бірақ та мүлде ұнамады деп те айта алмаймын, яғни орташа деңгейде болды. Мен бірақ өз басым Тордан ондай бір көп үміт күткен жоқпын. Жай ғана Тордың шығатынын білдім, жаңалықтарын қарап жүрдім, және де ойымда болды, осындай уақытта шығады, соны барып қарайым деген. Және де соның арқасында менің фильмнен көңілім қалған жоқ. Егер де араларында көрмегендер болса, әрі де фильмге ондай қатты үміт артудың қажеті жоқ. Яғни, если Рагнарёкты көрген болсаңдар, Рагнарёк сендерге ұнаған болса, Тордың 4-ші бөлімінде дәл сондай емес, сондай темпте өтеді. Яғни, кімге Рагнарёк ұнады, соған да Любовь и Гром ұнайды. Ал кімге Рагнарёк ұнамады, оған да Любовь и Гром ұнамайды. Фильмнің минустары жетерлік, бірақ минустары бұрынғыдай Марвелдің ауруы графикаға емес, сюжетке, персонаждарға, бір Гораның өзіне сұрақтары өте көп. Фильмнің графика жұмыстарына мүлде претензия айтуға болмайды, себебі ол өте жоғары деңгейде жасалған. Графика, костюмдер, локациялар барлығы өте жоғары деңгейде. Комикстермен өте жақсы таныс фанаттар үшін Джейн Фостердің сюжетный линиясы өте біртүсті болып көрінуі мүмкін. Неге? Себебі Могучий Тор комиксы, яғни Джейн Фостер сол Тордың күшін алатын комикс өте үлкен. Бірақ та фильмде оны келді 5 минутқа сыйғызып жіберді. Осы немножко странно болып көрінуі мүмкін. Менің байқағаным бойынша фильмдегі әзілдер, өте көп әзілдер ұнамаған фанаттарға, көрермендерге. Білмеймін, маған ұнады, басым көпшілігі, бәрі деп айта алмаймын. Бірақ та Штормбрейкер мен Молот және де Тор үшеуінің арасында қызғаншақтық дейма, любовный треугольник дейма, в общем, сол притянутый за уши, яғни өте көп мөлшерде қолданып кетті, оны басында көрсетіп қоя болатын еді. Білмеймін, пайковатеде қойып кеткен осы жылы. Және де TikTok-та менің көп көріп атқан видеом ол Тордағы Зевс пен DC-дегі, яғни Лига справедливости фильміндегі Зевсті салыстырып жатыр. Осы жерде мифологиямен таныс көрермендер біледі, то что Зевс мифологияда дәл осы Марвелді көрсеткендей қызғұмар, сондай жеңіл жүрісті деген бола ма екен, білмеймін. Сондай персонаж, сондай, қалай айтсам болады, тіршілік иесі. Ал Кристиан Бейлдің персонажы Горға келетін болсақ, ол прям өте керемет болғанда қалай. Кристиан Бейлдің актерлік шеберлігіне ешқашанда ешкімнің күмәні болған жоқ деп ойлаймын. Сол ресми ақпарат болды, то что Кристиан Бейл Горды сомдайды деген. Сол кезден бастап бәрі білді оның, то что күшті сомдап шығатын, персонаждың өте мықты болатын, қорқынышты болатын, потому что Кристиан Бейл трансформация шебері. Бірақ та трансформациясын уақытында жасап үлгерген жоқ, себебі Тор Любовь и Громға түсерден бұрын
3 күн бұрын ғана өзінің алдыңғы фильміндегі түсірілімін аяқтап сразу торға кірісіп кеткен. Сол үшін де арасында тек 3 күн пауза болған болды. Бірақ соған қарамастан Кристиан Бейлдің горрасы өте әдемі шықты менің ойымша. Жай ғана менің ойым бұл. Мені хейт етудің қажеті жоқ. Ал Тордың образына келетін болсақ, костюмдері өте насыщенный, керемет, әдемі көзге көрінеді. Және де ол Тор қандай болды десеңдер, Рагнарёктағыдай деуге болады. Мен түсінбегенім, кішкене Торды серьезный қылуға болатын еді, себебі ол уже барлығынан айырылды. Анасынан, әкесінен, достарынан, ағасынан, білмеймін, сонда да келеді легкомысленный, яғни жеңіл ойлайтын, әзілқой, алаңғасар дейді ғой, сондай қылып көрсеткен. Яғни Рагнарёкта қандай болды, мұнда да дәл сондай, көп өзгеріс жоқ мінез құлқында, яғни персонажда дәл сондай болып қалды. Фильмнің ең үлкен минусы ол әрине хронометраж, яғни сюжеті өте жылдам орын алады. Өте жылдам болып тастайды. Болды, мысалы үшін Джейн Фостер ауру екенін көрдік, келдік, молыпталды, болды, кетті. Горда то же самое, құдайлардан көңілі қалды, қылышталды, все, сюжетный линия басталып кетті. Сондай ең үлкен минусы, мен үшін минусы осы. Ал және де Зевске келетін болсақ, оны кім ойнаған айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Если білмейтіндер болса, ол керемет актер Рассел Кроу. Және де менің ойымша бұл фильмде Зевсті андай тойларда жүретін тамада болады ғой, шоумен, андай главный шоумен, там концертті ашып беретін, жүргізетін болады ғой, менің ойымша сондай қылып көрсетті. Ал Валькирияға келетін болсақ, ол осыған дейін қандай персонаж болды, дәл сондай болып қалды. Жай ғана Зевстің оружиясын алып демесек. Ал Джейн Фостерге келетін болсақ, жаңа айтып өткендей, оның комикстегі оқиғасы өте үлкен, могучий Тор деп аталатын. Қысқаша осы. Және де сцена после титров болады. Фильмде олар екеу. Және де фильм аяқталғаннан кейін кетіп қалып жүрмеңдер. Бірінші сценада Зевсті көрсетеді, ол тірі қалған болып шығады. Фильмді көргендер түсінеді. Және де көптен күткен Торға, яғни күші Тормен почти бірдей Гераклды көрсетеді. Яғни бұл Тордың 5-ші бөліміне уже намек деп айтуға болады. Бірақ та бұл жерде Гераклды Тордың алдағы жауы ретінде көрсетті, бірақ та комикстерде ол мүлде олай емес. Геракл жауынан гөрі бәсекелес деп айтсақ болады. Яғни екеуі бір-бірімен көп шайқаспай, жай ғана бәсекелеседі. Көбіне олар бірлесіп ортақ жауға төтеп береді. Яғни Тордың 5-ші бөлімі болып жатса, дәл сондай болады деп ойлаймын. Басында екеуі шайқасады, соңында ортақ бір жауға қарсы бірге шығады. Ал екінші сценада Джейн Фостерді Вальгалды және де сюрприз ретінде Хеймдалды көрсетеді. Бұл дегеніміз Джейн Фостер болашақта 100%-ға қайтып келеді деген сөз. Қысқаша менің ойым осы Тор, Любовь и Гром туралы. Фильм маған ұнады, шыны керек, көргеніме өкінген жоқпын. Марвелдің кейбір фильмдері сияқты. Және де барлығыңа көруге кеңес берем. Көрген болсаңдар астына пікірлеріңді жазып кетіңдер. Фильм ұнады ма, ұнамады ма? Және де фильм туралы сұрақтарың болса, астына жазып кетсеңдер болады. Барлығына жауап беруге тырысам. Егер де осы видео ұнаған болса, жай ғана лайк пен подписка болса жеткілікті. Ал әзірге осы, келесі кездескенше.